Ассалаумағалейкум құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Зе Құлымбет. Бүгінгі біздің тақырыпта Binance P2P арбитраж бойынша маған көп қойылатын сұрақтардың бірі мерчант қалай аламыз, мерчант алу үшін не істейміз, қандай нюанстар бар деген секілді көптеген әртүрлі сұрақтар келуде. Сол себепті бүгінгі тақырыпты өте қысқаша, көп созбай осы мерчант тақырыбына қозғағым келіп отыр. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, әрине лайкпен басамыз, достарымызға таратамыз. Және егер сіздер P2P арбитражбен айналысқыңыз келсе, менде YouTube арнамда видеолар тұр, тегін видеолар, соны қарасаңыздар болады. Егер әрине уақыттарыңыз болмаса, менімен бірге бір кері байланыс арқылы үйренгіңіз келсе, онда маған жекемен жазыңыз, сіздерге мен ақылы түрде үйрететін боламын. Былай тегін видеолардың барлығы менде YouTube-қа салып қойдым. Сонымен достар, осы видеоға лайк басып, подписка басып және Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Енді қараңыздар, сіздер T+1 бойынша обход жасап шаршап кетсеңіздер, ең басты сіздерге сұрақ туындайды: мерчант қалай алсам екен? Себебі сіздер мерчант алған кезде сіздерде былай айтқанда T+1 ограничение болмайды, онымен қоса комиссия 0%. Сол себепті көп адамдар әрине мерчант алуға талпынады. Бірақ мерчант алған кезде бұл жақта өзінің нюанстары бар. То есть мерчантты сіздерге просто так бере салмайды. Яқтан көріп отырсаңыздар, мен енді самый популярныйлерін жазып қойдым. Әрине бұдан да басқа нюанстар болуы мүмкін, мен білмейтін. Сол себепті егер сіздер қосымша бір мен білмейтін ақпаратты білсеңіздер, осы видеоның астына комментарияға жазып өтіңіздер. Мына жақта бізде 4-ші нұсқа тұр, ары қарай 5-ші нұсқа осындай, 6-ші нұсқа осындай керек деп тоже қосымша толтырып өтсеңіздер болады. Бұл басқаларға да тоже пайдасы тиеді деген ойдамын. Ең бірінші, сіздер мерчант алу үшін 30 күнде 25 плюс-минус достар, нақты бір цифрасы жоқ. То ли біреу 20 дейді, біреу 21, біреу 22, енді әр адам әрқалай айтады. Бірақ енді плюс-минус 25 биткоин біз 30 күнде объем жасау керекпіз. Именно бұл объем дегенде өзіңіз егер білмейтін болсаңыздар, комментарияға жазып өтіңіздер, айтып беретін боламын толық. Екіншіден, сіздердің Binance аккаунттарыңызға кем дегенде 6 ай болу керек. То есть сіздер бүгін ашсаңыздар, значит 6 ай бойы жұмыс жасайсыздар, IBM жасайсыздар, тағы да басқа, сосын барып уже ары қарай көрсеңіздер болады. Үшіншіден, бұл жақта сіздерге мерчант алған кезде рейтингке қарайды. Рейтинг сіздерде максималды жоғары болу керек. Енді біреулер айтады 97%-тен жоғары болу керек, біреу 98-ден деген секілді, біреу 99-дан. Енді бұл жақта мен тоже 100% сізге бір ақпарат бере алмаймын, что қанша процент болу керек. Бірақ лучше 99-98-ден жоғары болса әрине жақсы. Бұл өздеріңізге жақсы болып табылады, және де бұл тезірек өтуге бір жақсы септігін тигізеді. Төртіншіден, бізде отзыв, егер білмеген болсаңыздар, Binance P2P-де сделка жасап болғаннан кейін барып, ең соңында бір отзыв қалдырыңыз деген не шығады, там хорошо, отрицательный деген секілді. Сондай отзывтар сіздер көбірек болған дұрыс, және отрицательный отзыв болмаған дұрыс. Бұдан да басқа нұсқалар достар болуы мүмкін. Сол себепті бұл 4 нұсқа 100% сіздер аласыз деген тоже айта алмаймын. Бұл жақта шынайы достар 100% осында жасасаңыз мерчант аласыз деп айту қиын. Сол себепті бұл жақта барлығы примерно айтылған, орташа деңгейде айтылған. Сол себепті осыған талпынған дұрыс, осы статистикаға талпынған дұрыс болып табылады. Егер сіздер қосымша статистика, қосымша бір ақпарат білген болсаңыздар, немесе біліп отырсаңыздар, онда комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, бізде білейік, қосымша бір-бірімізбен ақпаратпен бөлісейік. Осы арбитраж бойынша қосымша үйренгіңіз келсе, маған жекеме жазыңыз, ақылы түрде әр адаммен индивидуально үйрететін боламын. Былай тегін ақпараттардың барлығы YouTube арнамда тұр, және Telegram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қосымша ақпараттарды сол жақтан біліп отырасыздар. Сіздермен болған мен Зе Құлымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметті болайық, барлығымызға чики-пау.